Қазақстанда көпшілік халық банкті білет. Бұл банк арқылы көп адам жалақыларын алады. Көп адам бұл банкта өздерінің ақшаларын депозитте ұстайды. Бірақ көп адам біле бермейтін нәрсе бар. Ол осы банкқа ақшаларын салу арқылы, яғни акциясына ақшаларын салу арқылы бар жоғы 15 жылдың ішінде 100 миллион теңге жасауға болатындығын көп адам біле бермейді. Мен енді осы видеода осы бойынша толық ақпарат беріп өтетін боламын. Әрине, видео ұнаса, онда лайк басып кетіңіздер. Осы каналға, страницалардың барлығына жазылыңыздар. Егер прям көңілдеріңізден шығып жатса, онда достарыңызға таратып жіберіңіздер. Ол үшін бірінші біз осы халық банктың графигіне қарайтын боламыз. Яғни қазіргі уақытта ол $394 сатылып жатыр. Енді қараңыздар, нақты біз көру үшін 2021 жылдан бастап қарай берейікші. 2021 жылы мысалы $200 тұр деп есептейік. Осы қазір $200-дан почти $400-ға көтерілді, яғни 200%-ке өскен компания. Енді осы 5 жылға бөлетін болсаңыздар, онда 200-ді 5-ке бөлетін болсаңыздар, жылына 40%-тен беріп келе жатқан бұл компания есептелінеді. Яғни банк, компания өздеріңіз білесіздер. Енді мені бұны компания деп санаймын, өйткені бұл тек қана банк емес, бұның кәдімгі өзге де бизнестері бар. Сондықтан да бұл 40% беріп келе жатыр халық банкіміз. Енді біз егер осы 40%-тен инвестиция жасайтын болсақ, жылдық, ол үшін калькуляторға кіреміз, инвестиционный калькуляторға. Мысалы қараңыздар, бірінші стартовый капиталыңызды ештеңе салмай қойыңыз, басына 0 болып тұра берсін. Срок инвестирования кемі осы 10 немесе 15 жыл арасында болу керек. Яғни ең жақсы инвестиция ол 15 жыл болып есептелінеді. Ставка енді 40% деп есептемей қойық. Енді 30%-пен жылына берсін деп есептейік. 30%. Сондықтан айына тек 50 мың теңгеден салып отырасыздар. 50 мың теңгеден салып отырсаңыздар, осыны есептеп көрейік. Сол кезде сіздерден андай шама шығады. Қараңыздар, 15 жылдың ішінде 114 миллион табасыздар. Салған суммаларыңыз бар жоғы 9 миллион теңге болады. Ал алған суммаларыңыз, яғни инвестиция арқылы қосылған сумма, ол 105 миллион сіздерде. Көріп отырсыздар ғой, 92%-ін ол сіздің ақшаңыз өзі көбейіп алып келіп тұр сізге. Ал сіздің салған ақшаңыз бар жоғы 9 миллион болады. Яғни сіздер 30%-пен осылай салып отырсаңыздар. Бұл компания енді банкті білесіздер, халық банктың жағдайы өте жақсы, сондықтан да бұл жылына 30% бере алатын банктардың қатарына жатады. Яғни акциялар инвестиция жасау арқылы сіздер осылай ақшаларыңызды көбейтіп алсаңыздар болады. Бірақ бір жағынан түсіну керек, бұл тек қарапайым ғана анализ сіздерге көрсетіп жатқан. Бұл компанияға, яғни бұл банкқа инвестиция жасау үшін сіздер кішкене өздерінің ішкі отчеттарын зерттеп бар жасағандарыңыз жөн. Енді біз бетейік. Егер де сіздер осы 114 миллионды 15 жылдан кейін болды, мен ары қарай ештеңе салмайым деп шешсеңіздер, қанша пассив доход сіздерге түсіп тұратынын тоже есептеп берейін. Ол үшін осы 114 миллионды, яғни 114 миллионды көбейтесіздер 0. Давайте 30 десеңіздер, 30 болсын. Мен максималды жағдайын көре берек. Сол кезде 34 миллион сіздерге жылына түсіп тұрады. Соны 12 айға бөлетін болсаңыздар, сіздер айына 2 миллион 850 мың теңге алып отырады екенсіздер. Бұл айына, бұл пассивті кәдімгідей ештеңе істемейсіз, айына 2 миллион 850 мың теңге түсіп тұрады. Бұл тек 15 жылдан кейін сол нәрсені түсініп алу керек. Енді мен сіздерге қалай сатып алу керек екенін қазір көрсететін боламын. Енді қалай сатып аламыз? Ол үшін Freedom Broker'ге кіреміз. Поиск по тикеру деген жерге сіздер осы әріптер жазасыздар. HSBK деген. Көріп тұрсыздар ғой, сол кезде халық банктың сіздерде бірінші түрін көрсетеді. Оның біріншісіне кіресіздер, KZ деген жерге. Сол кезде 394 теңге тұратын көзіме жетеді. Енді қараңыздар. Мына жерде торговать деген кнопканы басасыздар. Қаншасын сатып алуларыңыз келеді, соны жасасыздар. Мына жерге количествосын жазу керек. Одан кейін барып выставить приказ на покупку дегенді басасыздар.